Ал қойқырылған қала негізінен сол дәуірде қандай қызметті атқарған? Ілімпазлардың шамалауларына қарағанда сол уақытта қойқырылған қала тек қана қорғану имараты, бәлкі зардуштилік ибадатханасы ретінде де қызмет еткен. Сондай-ақ әрқилы астрономиялық есап кітаплар, жұлдызларды бақылау һәм әрқилы діни үріп-әдетлер де осы жерде орынланған. Бұнан тысқары қала өзгеше архитектураға ие болып, қалада үлкен көлемдегі азық-ауқат резервлерін сақлау үшін арналған дән сақлайтын қоймаханалар болғанлығы да айтылады. Ал бұл болса сол уақытта қала тек қана діни һәм сияси, ал экономикалық тарептен де ахметлі орай болғанлығын көрсетеді. Археологлар үшін қаланың өзіне тән қасиетлерінің бірі оның өзгеше көрінісі болған. Яғни сол дәуірде анқырағы Айымғы Хорезм мемлекетінің көпшілік естеліктері сол уақытта әдетте 4 мүйіш ямаса туры мүйіш формасында болған. Ал қойқырылған қаланың құдіретлі цитаделі һәм қорғану диуалары қалдықлары шеңбер формасында болған. Бұл қала алдын ала таярланған архитектуралық жоба тикарында құрылған.